Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізде оқу және тіл дамыту сабағы. Бүгін күннің реті қыркүйектің 14-ті, дүйсенбі апта күні. Жаңа тақырыбымыз қарлығаш пен Дәуіт. Балалар, қазір қарлығаш пен Дәуіт мен ертегісін оқып беремін суреттер желісі арқылы. Сол кезде бізде мынандай жаңа сөздер болады алдымызда. Мерт болды деген сөз мағынасы өліп қалды деген мағынаны білдіреді. Қуаныштарында шек жоқ, қатты қуанады дегенді білдіреді. Риза болды, көңілі толды деген мағынаны білдіреді. Осыны дәптерге жазып аламыз. Енді әрі қарай ертегі тыңдаймыз. Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Бізде жаңа сөздер. Енді қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Қарлығаш бізде құс, барлығымызға таныс, ал Дәуіт болса жасыл түсті, ол жәндік. Енді бастаймыз ертегімізді. Қарлығаш жардың қуысына қарлығаш ұя салып өмір сүріп жатты. Оның ұясында кішкентай балапандар көп екен. Қарлығаш күнделікті азық әкелуге шығады. Балапандары ұяда, ал өзі болса азық әкелуге шығады. Анасын шыдамсыздана күтеді, қарындары ашып. Қарлығаш ұзақ уақыт бөгеледі. Қайтып келгенде ұяға қарай өрмелеп бара жатқан нені көреді? Жыланды көреді. Оны көрген қарлығаш балаларымды жеп қояды-ау деп шыршы етіп көмек іздеп ұша жөнеледі. Бір кезде барып көкек құсынан көмек сұрайды, көкек құсы. Көкек құсы айтады: мені бүркіт қонаққа шақырды, соған барамын. Қонақтан кеш келемін, саған көмектесетін уақытым жоқ дейді. Одан шығып қарғаға барады. Қарға айтады: бүгін менің тойым, үйленемін, мені мазамды алма, саған көмектесетін уақытым жоқ деп қарлығашты жібереді екен. Қарлығаштың амалы таусылады, әрі-бері ұшып жүреді. Бір кезде ол Дәуітті көреді. Мінекей Дәуітті. Қарлығаштың шыршы еткен дауысын естіген Дәуіт: досым, неге шырылдайсың деп сұрайды. Қарлығаш жылап: жылан ұяма өрмелеп жетіп қалды, балаларымды қорғағым келеді, не істерімді білмей тұрмын дейді. Ал Дәуіт болса: олай болса, мені сол жерге тезірек жеткіз, уайымдама, мен жыланнан қорықпаймын, саған көмектесемін дейді. Тез арада қарлығаш Дәуітті ұяға да жеткізеді. Жылан ұяға әлі жақындай қоймаған екен. Екеуі қуанып кетеді. Дәуіт болса аяғымен жылан тырнап, екі көзін ағызып жібереді. Жылан жерге құлап мерт болады, өліп қалады, жылан сөйтіп Дәуіт үлкен ерлік жасаған екен. Қарлығаштың балаларын құтқарды. Балапандардың қуаныштарында шек жоқ. Қуаныштарында шек жоқ дегеніміз, балапандары қатты қуанады. Қарлығаш Дәуіттің көмегіне қатты риза болады. Көңілі толады, Дәуітке. Қанша одан да Дәуіттен де үлкен құстарға барып көмек сұрап еді, олар өздерінің шаруаларымен айналысып, қарлығаштың мұңына ешкім мән берген жоқ. Ал Дәуіт болса бір сөзін жерге тастамай, барынша қолынан көмегін тигізген екен. Екеуі жақсы дос болып кетеді. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір аулада тату-тәтті отырады екен дейді. Ертегі ұнады ма, балалар? Бұл жерде біз үш құстың атауын атадық. Қарлығаш, көкек және қарға. Және Дәуіт бізде жәндік. Анасы қарлығаш азық іздеуге кеткенде, жылан балаларын жемекші болған екен, шағып өлтірмекші болған екен. Ал оған Дәуіт көмектесті. Көкекке, қарға да өздерінің шаруаларын айтып, ешқандай мән берген жоқ. Жақсы. Енді ертегі түсінікті болса, дәптерімізге жазамыз. Қарлығаш адамның досы, жанашыры, қай кезде де қамқор болып жүретін құс. Ал енді мынандай ырым бар екен. Үйге Дәуіт кірсе, қуаныш, жақсылық, бақыт келеді. Үйге Дәуіт кірсе, біз оны өлтірмейміз. Ол бір жақсылық, қуаныш келеді, өзімен өзі жүре береді. Жақсы. Осы екі сөйлемді дәптерге көшіреміз, есімізде сақтаймыз. Балалар, ертегі түсінікті деп ойлаймын. Кері байланыс жасаңыздар, талдайтын боламыз ертегіні. Сау болыңыздар.